сол документке байланысты сөйлегенге түсіп осында жаңа Хайдар Сейсенбаева бұл кісі маман жақсы баяндама жасады. Сол кісінің баяндамасын дамыта келе мен айтқан болар едім. Мынау Түркістан легионы туралы. Түркістан легионы ешқандай оговоркасы толық ақтау керек деп санаймын. Түркістан легионы туралы түрлі пікірлер бар. Меніңше бұл жерде ешқандай күмілжу күмән болмау керек. Түгел ақтауға тиіс. Мына Өзбекстан мысалға жақындаған осы өткен жылы қаулы қабылдады президенті. Басмашылар қозғалысына қатысқан басмашылар 100% ақталды. Дұрыс. Осы сияқты бізде мынау Түркістан легионына байланысты меніңше ешқандай күмілжудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал енді мынау соғыстың зерттелмеген әлі толық ашылмаған жақтары бар. Оны өздеріңіз білесіздер, жаңа зерттеушілер айтты. Мынау осы уақытқа шейін мәселен Ресей Федерациясы қарулы күштерінің әскери тарихи орталығының қызметкері Филимошиннің есебі бойынша соғыстан оралмаған қазақтардың саны 125.000 адамнан асады дейді. 125.000 адам соғыстан оралмаған қазақтардың саны. Ал біздің тарихын айтады 130.000-нан асады. Екеуінің арасында айырмашылық бар. Москвада 125.000-нан артық, ал Қазақстанда 130.000-нан артық дейді. Ал енді көбісі оралмағандар. Менің әкемнің аға інісі Пойгелдиев Нұржаубай сол соғыстан оралмаған кісі. Осы уақытқа шейін 43 жылға шейін тірі болған, 43 жылдан кейін тағдыры белгісіз. Мен бірнеше рет қарсы жаздым, Москваға осы уақытқа шейін белгісіз, қайда өлгені, қайда не қылды. Алдымен соғыс, Совет-Фин соғысына қатысқан, кейіннен Германияның соғысқа қатынасты. Ал енді ағасы Пойгелдиев Нәдір Сталинград майданында жарақат алып келгеннен кейін қайтыс болды. Мен әкемнің өзі 7 жыл тұрды армияда істеді. Ал енді сол сияқты қазіргі уақытқа шейін соғыста ашылмаған беттері әлі көп. Мынау зерттелмеген жақтары. Оның көбісі меніңше көптеген архив құжаттарының жабық болуына байланысты деп айтуға болады. Мынау советтік тарихнама мәселенің тек патриоттық сезім туғызатын немесе патриоттық тәрбиеге қызмет жасайтын қырларына басымдық беріп келді. Ал бүгінгі кезеңде тақырыпты кең ауқымда жалпы қоғамдық тарихи тәжірибе тұрғысынан, яғни оның күнге және көлеңке жақтарын бірдей қарастыру пайдалы болары анық. Біз айтамыз Ұлы Отан соғысы. Қазір Ұлы Отан соғысы деген терминнен бастап жалғасады. Екінші дүниежүзілік соғыс. Бұл енді қалай болғанда да қаһармандар әрине соғыста өлген кісілер. Қайтпаған кісілер соғысқа қатысқан сөзсіз ұлы қаһармандар, қаһарман қайраткерлер, тұлғалар. Біздің тарихымызда мұндай соғыстар көп болған. Бұдан бұрын да болған. Мәселен 1929-30 жылдары көтерілістер болды. Оны айтады әртүрлі цифрлар келтіреді. Ол да толық анықталмаған нәрсе. Мысалға 320 көтеріліс болды дейді. Соның 25-і ірі қарулы көтерілістер болды дейді, зерттеушілер айтады. Ал оларда оның тарихына да дұрыс баға беріп, осы уақытқа шейін берген жоқпыз. Мәселен, 29-30 жыл көтерілістің шарықтау себебі Қарақұм көтерілісі. Қарақұмнан Ырғыздан келді. Мына жақтан Торғайдан барды, Жезқазғаннан барды, Сырдарияның қазақтары. Сонда бас қосты. Қарақұмда. Бүкіл Қазақстаннан барды деп айтуға. Сонда басуға барған 11-ші дивизияның командирі Евсеев айтады. 20.000 сарбаздар тұрды дейді, соғысуға даяр. 20.000 сарбаз.
Совет әскеріне қарсы Қарақұмда. Оларды біз қалай бағалаймыз? Ол қандай соғыс? Қандай соғыс? Совет әскеріне тұрған қазақ көтерілісшілер 20 мың. Евсеев, оның тағында орынбасарлары қанша жазады? Голощекинге, Москваға. Біздің қолымызда қазір осынша танкі, осынша самолет, осынша қару-жарақ бар. Біз қазір анау қарусыз 20 мың әскерге қарай шықсақ, олар түк қалмайды дейді. Таптап өте шығамыз. Келіссөзге келтіріңіз дейді. Келіссөз жасаңыз. Адамдар сақтау керек дейді. Асыл 20 мың бәрі түгел байлар ма? Кімдер олар? Біз ол соғысты қандай соғыс дейміз? Сондықтан біздің тарихымызда әлі ашылмаған осындай жағдайлар әлі көп. Ал енді сондай бір мәселе, осыған байланысты мен сіздерге бір мысал келтірейінші. Қарақұмда соғыста қарулы әскерге қарсы шығып, қарсы шығуға жігіттер жүрексініп, қой бірақ келісімге келейік, берейік дейді. Сонда аспаз болып істейтін Айбарша ханым Шайменқызы деген кісі Қарақұмдағы 1930 жылы көтерілісте. Мыналарың не жігіттер? Қорқақ қояндай болып кеттіңдер ме? Қане маған тауып беріңдер. Мен сендерге елді қалай қорғау керектігін көрсетейін дейді. Айбарша ханым Шайменқызы. Ал бұсына қалай деп бағалаймыз біз? Мәншүкмен етіп айтамыз, Әлия Молдағұлова айтамыз. Ал Айбарша ханымның жаңағыдай жігіттерге қайратшылық берген, біз қалай деп айтамыз? Осындай нәрселер бізде әлі көп зерттелмеген. Міне сондай мәселенің біреуі, мынау 1942 жылы ал 1943 жылы 7 ақпанда социалист Қазақстанда, кешіріңіз, бұл Қазақстан шыққан, 1942 жылы неде 43 майдандағы қазақ жауынгерлеріне қазақ халқының атынан хат жолданды. Ол қазақ халқының майдандағы қазақ жауынгерлеріне хаты деп аталады. 1943 жылы Правда газетінде қазақ және орыс тілінде жарық көрген. Бұл хат қызық хат, бұның тағдыры бар, тарихы бар. Қазақ халқы Правда газеті арқылы майдандағы жігітке, қазақ жігітке жауынгерлеріне хат жазды. Ол хатты оқысаңыз, төбе шашыңыз тік тұрады. Оның алдында 1942 жылы Правда газетінің 31 қазанда санында өзбек халқының жауынгерлеріне олардың ел жұртынан хат деген шықты. Алдымен Өзбекстанның өзбек халқының өзбек жауынгерлеріне хат 42 жылы 31 қазанда. Ал 1943 жылы алтыншы ақпанда қазақ халқының майданда қазақ жауынгерлеріне хаты жарияланды. Мұндай хат, басқа хаттар жоқ. Неге өзбек халқы, неге қазақ халқы осындай хатпен қайырылды өз жауынгерлеріне деп сұрап қойды. Неге? Қандай себепке бар жазылған хаттар? Осыған байланысты мен мынандай бір документті сіздерге алдарыңызға келтіргім келеді. Сол кезде, сол жылдары, соғыс жылдары Sunday Times газетінің BBC радиокомпаниясының тілшісі қызметін атқарған Берт деген шетелдік тілші «Россия в войне 1941-1945 годов» деген кітабында мынандай ойды айтады. Орта азиялық халықтардың жауынгерлерінің қаһармандықпен соғысқандарына қарамастан советтік басшылықтың бұл халықтарға байланысты жайсыздық танытты дейді. Советтік билік орындар Кавказға байланысты, әсіресе оның мұсылман халықтарына байланысты жайсыздық сезінді. Осындай жайсыздықты ол жауынгерлері майданда жаумен шайқаста қаһармандық танытса да,